Ең алғашқы кездесу достар, ерлер арасында 155 фунт салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу. Яғни 70 кг салмаққа дейінгі осыған дейін 2 жыл бойы өнер көрсетпеген тәжікстандық Нурулло Алиев пен оның қарсыласы американдық Солекки арасында өтетін керемет кездесу. Атап өтейік достар, Солекки бұл кездесуді өте қысқа мерзімде қабылдап отыр. Өйткені Нурулло Алиевтің бұрынғы қарсыласы Янал Ашмуздың жарақат алуына байланысты Солекки кездесу басталуына небәрі бір апта қалған кезде Янал Ашмуздың орнын алмастыруға дайын екендігін мәлімдеген болатын. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Нурулло Алиевті анық фаворит ретінде көріп отыр. Нурулло Алиевтің жалпы ground and pound грэплинг, сонымен қатар күрес стилінің өте жоғары екендігін атап өтуіміз керек. Ал Солеккидің жалпы джиу-джитсу стилінің өте жоғары екендігін, сонымен қатар бокс стилінің өте керемет екендігін атап өтейік достар. Менің ойымша да бұл кездесуде Нурулло Алиев фаворит болуы тиіс. Менің ойымша Нурулло Алиев Солеккиді 3 раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің шешімімен кемінде сабмишнмен жеңуі тиіс деп есептеймін достар. My country, 10 million people, first fighter UFC. Tajikistan, look back now, 22 year, 25 hour my flight, 93% country, my country mountain. I'm 22, 10 million people, first fight UFC.